Соған орай, мысалға, президентіміз қаңтар айында айтып кеткен болатын, СРП-ны қайта қарау қажет деп. Бұл қаншалықты мүмкін нәрсе? Неге мүмкін емес? Біз мына қазіргі қол қойылып қалған келісімшарттарды қарай алмаймыз. Өйткені бұны қарайтын болсақ, шынында да басымыз бітпес дауға қалады. Бұл жерде үш түрлі қауіп бар. Бірінші қауіп, шынында да соттасып, біз инвесторлар салған ақшаның үстіне тағы да ақша қосып береміз. Бір, екінші, келесі келетін инвесторлар бізбен жаңағы сауда-саттық жасамас бұрын келісімшарт 1000 рет ойланады. Онсыз да қазір дүние жүзіндегі экономикалар жаңағы глобализациядан ұлттануға көшіп жатқан кезде, әр мемлекет өзінің экономикасын қатты қорғаштап, әр мемлекет өзінің экономикасын дамытуға тырысып жатқан кезде, біз қазір инвесторларды үркітіп алатын болсақ, біздің өзімізде мысалға ең үлкен қазіргі бизнестағы үлкен проблема жеңіл ақша ғой, жеңіл ақшаға қолды қайдан жеткіземіз. Үшінші, ол инвесторға, құр инвестор ақшаның иесі ретінде қарау, ол қарабайыр көзқараста. Ол инвестор жаңа технология, жаңа маман, жаңа мемлекет екенін тағы да қарау. Сондықтан бұл үш құндылық біз үшін қаншалықты қымбат. Сондықтан жаңағы болар зат болды, бояуы сіңді. Менің айтып отырғаным сол ғой. Енді тура дәл осындай келісімшарт жасап алып, тағы да ол құпия болып, тағы да 40 жылға кететін болса, онда біз шынында да білмеймін қандай ұлт екенімізді. Қазіргі таңда оған жол бермеу керек. Міне мәселе.